Сәлеметсіздер ме? Қазақстан тарихы, Мидджорн, қазақ мемлекеттігінің дәстүрлері туралы сөйлейтін боламын. Бұл тақырыпты бастардан бұрын бір сөзді еске алып кеткен жөн болады. Қазақ мемлекеттігінің дәстүрлері, мәдениеті, тарихы, барлығы біздің ата-бабаларымыздың аманаты, мұрасы. Оны дұрыстап үйреніп, тура жолмен үйреніп, оны тура жолмен жеткізу, дұрыстап жеткізу біздің баршамызға, біздің баршалық үйреніп жатқан, соны оқып жатқан барлығымызға міндет болып табылады. Сол үшін бастайық. Қазақ мемлекеттігінің қалыптасуы ұзақ тарихи процестің нәтижесі болып табылады. Бұл дәстүрлердің түп тамыры ежелгі және орта ғасырлардағы түркі және көшпелі тайпалар одақтарының тарихымен тығыз байланысты. Қазақ хандығының құрылуы, оның аймақтық тұтастығы, саяси және мәдени дамуы барлығы Қазақстан мемлекеттігінің қалыптасуындағы маңызды кезеңдер болып саналады. Негізі қазақ хандығының, қазақ мемлекеттігінің құрылуы, оның мемлекет ретінде дамуы, сол кезеңге дейін жетіп келуі біраз тарихи оқиғаларды бастан кешіруді, сол күнге жеткенге дейін біраз тарихи оқиғалар, маңызды бір тарихи событиялар болып өтті. Сол күнге дейін соларды ескере өткен жөн. Бірінші біз қазақ хандығы құрылуына алғы шарттары туралы сөйлесейік. Қазақ жерінде ерте дәуірлерден бастап әртүрлі мемлекеттер мен тайпалар өмір сүрді. Олардың ішіндегі қазақ хандығының тарихына маңызы бар мемлекеттер айтып өтем. Осы мемлекеттер болды. Бірінші айтып кететініміз сақтар. Біздің заманымызға дейінгі 7-ші ғасыр және біздің заманымыздағы 3-ші ғасырға дейінгі аралықта Орта Азия аумағында өмір сүрген тайпалар болып табылады. Олардың мәдениеті мен әскери өнері болашақ мемлекеттер үшін негіз қалады. Сақтар туралы Геродот өзінің еңбектерінде жазып кеткен. Біз Геродоттың еңбектерінде сақтар туралы кездестіре аламыз. Олардың өздерінің жауынгерлерімен ерекшеленген. Айтып кететін жайт, сақтар тарихта өздерінің жауынгерлерімен ажыралып тұрады, өздерінің жауынгерлерімен тарихта айтарлықтай із қалдырып кеткен. Екінші сөйлесетін мемлекетіміз ол ғұндар. Біздің заманымызға дейінгі 3-ші ғасыр және біздің заманымыздағы 4-ші ғасырлар арасында өмір сүрген тайпалар, сол кезде болған тайпалар Евразия кеңістігінде алғашқы ірі мемлекеттердің бірі болады. Ғұн көсемі Аттила батыс Рим империясына үлкен қауіп төндіріп, Евразияның саяси картасына өзгеріс енгізді. Айтып кететін жайт, ғұн көсемі Аттила Европаның саяси картасына өзгерістер енгізіп, және алғашқы ірі мемлекет болғанымен, алғашқы ірі мемлекетті құрғанымен ғұндар тарихта өздерінің іздерін мықты қалдырып кеткен. Сосын сөйлесетініміз түрк қағанаты. 7-ші ғасыр түрк қағанаты 6-шы және 8-ші ғасырлар арасында Орталық Азияда кең таралған түркі мемлекеті. Қазақ халқының этногенезіне үлкен әсер етті. Бұл кезеңде алғашқы түркі жазба ескерткіштері пайда болды. Орхон, Енисей жазулары сияқты. Түрк қағанаты туралы айта кететін жайттар өте көп. Түрк қағанаты 552 жылдан 603 жылға дейінгі аралықтарда болды. Сосын түрк қағанаты екіге бөлініп батыс түрк қағанаты және шығыс түрк қағанаты болып екіге бөлінді. Олардың да маңызы өте үлкен. Ендеше Қарахан мемлекеті туралы сөйлесейік. Қарахан мемлекеті 10-12 ғасырлар арасында өмір сүрді. Ислам дінін мемлекеттік дін ретінде қабылдаған алғашқы түркі мемлекеті болып табылады. Бұл мемлекеттің негізгі ерекшеліктерінің бірі негізі сол. Бірінші болып түркі мемлекеттерінің ішінде ислам дінін қабылдаған мемлекет болады. Бірінші болып қабылдаған десек дұрыс болады.
Қараханиттер тұсында Жүсіп Баласағуни мен Махмұд Қашқари секілді ойшылдар өмір сүрді. Өздерінің кітаптарын қалдырды, өздерінің әртүрлі кітаптарын, философиялық жағынан жазылған кітаптарын қалдырып кетті бізге. Сосын Алтын Орда туралы сөйлесейік. 13-15 ғасырлар арасында Алтын Орда Шыңғыс хан ұрпақтары билік жүргізген мемлекет болып табылады. Алтын Орда қазақ халқының қалыптасуына ықпал еткен мемлекеттердің бірі. Алтын Ордадан бөлініп шыққан Ақ Орда қазақ хандығының құрылуына тікелей әсер етті. Қазақ хандығының құрылуында Алтын Орданың маңызы өте зор. Бұл барлығымызға мәлім. Ақ Орда туралы сөйлесейік. 14 және 15 ғасырлар арасында қазақ хандығының тікелей негізін қалаған мемлекеттердің бірі, бірақ хан тұсында Ақ Орда дербес саясат жүргізді. Бұл мемлекеттер мен тайпалар қазақ хандығының құрылуына алғышарттар жасап, саяси мен мәдени сабақтастықты қамтамасыз етті. Ендеше қазақ хандығының құрылу тарихы мен территориясының қалыптасуы. Қазақ хандығының құрылуындағы болып өткен оқиғалар, тарихтағы, мысалы қазақ хандығының құрылу барысындағы тарихи оқиғалар, территориясының қалыптасуы, қалай болды бұл кезең, қалай территориясы қалыптасты, солар туралы сөйлесетін боламыз. Қазақ хандығы 1465 жылдан 1466 жылдар арасында Керей мен Жәнібек сұлтандардың басшылығымен құрылды. Оның алғашқы аумағы Шу мен Талас өзендерінің бойында орналасты. Бұл олардың территориясы болып табылады. Шу мен Талас өзендерінің бойында орналасты басында. Кейін хандықтың жері кеңейіп, ол жерлер Жетісу, Сырдария бойы, Қаратау өңірі, сол жерлерге дейін жетті. Хандықтың жері кеңейіп, сол жерлерді қамтыды. Қасым хан 1511 жылдан 1523 жылға дейінгі уақыт аралығында билік етті. Қасым ханның тұсында мемлекетке айтарлықтай өзгерістер енді. Айтып өтетін жайт, Қасым ханның тұсында хандықтың аумағы айтарлықтай кеңейді. Мемлекеттің территориясын, аумағын айтарлықтай кеңейтті. Оның билігі кезінде Қасым ханның қасқа жолы заңдар жинағы қабылданды. Мемлекеттік басқару жүйесі нығайып, сол Қасым ханның қасқа жолы заңдар жинағы мемлекеттің басқару жүйесі нығаюына өзінің көптеген әсерін тигізді. Хақназар хан және Тәуекел хан тұсында хандықтың саяси байланыстары күшейді. Ал Есім ханның ескі жолы заңдарын бекітіп, мемлекеттің құқықтық жүйесін жетілдірді. Бұл тарихта Есім ханның ескі жолы, Қасым ханның қасқа жолы өзінің үлкен маңызымен еске алынамыз. Тәуке хан 1680 және 1718 жылдар арасында Қазақ хандығының алтын дәуірінің билеушісі болып саналады. Ол 7 жарғы заңдар жинағын бекітіп, хандықтың ішкі тұрақтылығын қамтамасыз етті. Енді бұл даму туралы айтатын тарихи оқиғалар өте көп. Қазір мен ол оқиғалардың маңызды оқиғаларын айтып кеттім. Қазақ мемлекеттігінің қайта жаңғыру кезеңдері туралы сөйлесек енді, сол туралы айтып берейін мен сіздерге. Қазақ хандығының автономиясының жариялануы туралы айтайын. Қазақ АКСР және Қазақ КСР-ның құрылуы туралы айтып берейін. Ендеше бастадық. Алаш автономиясының жариялануы. Ол 1917 жылда Алаш автономиясының жариялануы болды. 20 ғасырдың басында қазақ зиялылары ұлттық мемлекеттілікті жаңартуға тырысып, Алаш автономиясын құрды. Бұл тарихта өзінің зор ізін қалдырып кетті бұл оқиға.
Бұл автономия қазақ халқының саяси санасының өсуінің белгісі болды. Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынұлы, Міржақып Дулатов секілді қайраткерлер алаш қозғалысының жетекшілері болды. Мысалы, олар алаш қозғалысының жетекшілері болып, сол істердің басында жетекші болды. Қазақ АКСР және Қазақ КСР-ның құрылуы. 1920 жылы Кеңес үкіметі Қазақ автономиялық кеңестік социалистік республикасын құрды. 1936 жылы Қазақ АКСР-і Қазақ кеңестік социалистік республикасы, яғни Қазақ КСР болып өзгертіліп, КСРО құрамындағы одақтас республика мәртебесін алды. Бұл кезеңде қазақ халқының ұлттық мемлекеттілігі сақталды, бірақ кеңес билігінің саясаты қазақтардың саяси еркіндігін шектеді. 1930 жылдары жаппай ұжымдастыру мен ашаршылық қазақ халқы үшін ауыр сынақ болды. Бұл кезеңдер баршамызға мәлім. Ашаршылық кезеңдері, ол кездегі мысалы құрбандар көп, қазақстандықтар сол кезде ашаршылықтан құрбан болды. Бұл кезеңнің тарихта орны өте үлкен. КСРО-ның ыдырауы және Қазақстанның тәуелсіздігін жариялауы туралы айтып берейін. 1986 жылғы желтоқсан көтерілісі сол маңызды себептердің бірі болды деп айтуымызға болады. 1986 жылы желтоқсан көтерілісі қазақ жастарының ұлттық сана сезімінің оянуына түрткі болды. Кеңес одағының ыдырауы 1991 жылы ресми түрде аяқталды. Яғни 1991 жылы Кеңес одағы ресми түрде бітті, ыдырады. Қазақстан өз тәуелсіздігін 1991 жылы 16 желтоқсанда жариялады. Бұл оқиға қазақ мемлекеттілігінің тарихи сабақтастығын жаңартты және елдің жаңа даму кезеңін бастады. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Қазақстанның алғашқы президенті болып сайланып, елдің тәуелсіздігін нығайтуға бағытталған реформаларды қолға алды. Яғни, елді дамыған елдердің қатарынан болуға, елдің нығаюына, тәуелсіз ел болып қалу үшін өзінің қолдан келгенін жасап, сол реформаларды қолға алып, бізге бас болып, сол істермен айналысты. Ендеше қорытындылай келе айтатын болса, қазақ мемлекеттілігі ежелгі дәуірден қазіргі заманға дейін үздіксіз дамып, өзгеріп отырды. Тарихта әртүрлі кезең болады. Мысалы, өмір бір ағыспен кете бермейді. Кей кездерде соғыс болуы мүмкін, ел тыныш болмауы мүмкін, ашаршылық кезеңдер болуы мүмкін. Проблемасыз болмайды ешқашан. Сол үшін де қазақ хандығы яғни қазақ мемлекеттілігі ежелгі дәуірлерден қазіргі заманға дейін үздіксіз өзгеріп отырды. Сол әртүрлі келген мысалы апаттарға байланысты, соғыстарға байланысты, хандардың өзгеруіне байланысты, заңдар өзгеріп отты, халықтың саны өсіп отты, соғыстар болып отты әртүрлі. Соларды айта келе аламыз. Түркі дәуірінен бастау алған бұл жол қазақ хандығының құрылуы, алаш қозғалысы, кеңестік кезең және тәуелсіз Қазақстан арқылы жалғасты. Қазақстан Республикасының мемлекеттілік дәстүрлері терең тарихқа ие және олар егемендіктің басты негіздерінің бірі болып қала береді. Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасы өзінің тарихи тамырларына сүйене отырып, егемен ел ретінде дамуын жалғастыруда. Көріп отырғанымыздай, Қазақстан қазір әлемнің дамыған елінің қатарына кіріп отыр. Бұл біздің жетістіктеріміздің бірі, ол біздің сол қазақ хандығының, қазақ мемлекеттігінің жетістігі. Мемлекеттіліктің сабақтастығын сақтау
Ұлттық бірегейлікті нығайту келешек ұрпақтың басты міндеттерінің бірі болып табылады. Сонымен бүгінгі видеоны аяқтаймын. Сіздермен бірге Хисабиддинов Диорбек болды. Қазақстан тарихы, Мидтжорн, қазақ мемлекеттігінің дәстүрлері туралы сөйледім. Сау, аман болыңыздар.